Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін біз өз уақытында алып кеме болған Титаник жайлы айтатын боламыз. Олай болса, бастайық. Бір ғасыр бұрын Титаник айсбергке соғылып, Атлант мұхитының түбіне батып кетті. Борттағы 2240 адам ішінен шамамен 700 ғана тірі қалды. Сол уақыттан бастап бұл тақырып кинолар мен кітаптарға айналды. Біз корабль туралы, борттағы адамдар туралы біраз нәрсе білдік. Бірақ апат болған айсберг туралы ештеме білмейміз, әсіресе оның көлемі жайлы. Титаникті жасаған компания White Star Line деп аталатын. Сол уақытта барлығыңыз білетіндей бұл әлемдегі ең алып кеме болып саналатын. Оның ұзындығы 270 метр, 2 футбол алаңы секілді, ал биіктігі 53 метр болды. 10 жирақты бірінің үстіне бірін қойғандай. Ватерлинадан палубаға дейін 18 метр. Бұл шамамен 4 қабатты үймен тең. Титаникта кафе, ресторан, кітап оқитын бөлме, түрік банясы, жаттығу жасауға арналған зал, ойынға арналған корттар да болды. Ең қызығы бұның ішінен бассейнге де орын табылғаны. Лайнер шамамен 3300 адамды таси алатын. 2435 жолаушы және 900 экипаждың адамдары. Әдемілік, маңызды нәрсе. Бірақ қауіпсіздік басты қайғыда. Титаниктің палубасының астында 16 су өткізбейтін бөлік болды. Егер апат орын алған жағдайда 4 бөлік суды қабылдап, ал қалған 12-сі корабльді суда ұстап тұрады деп сенген. Филипп Франклин, White Star Line'ның вице-президенті, осы нәрсе корабльді ерекшелетеді деп айтқан. Титаник батып кете алмайды, ол батпайтын кеме. Жолаушылар қуаныштан басқа ештеме сезбейді деп айтқан да осы кісі. Ол қатты қателесті. Титаник өзінің бірінші және ең соңғы рейсіне 13 сәуір 1912 жылы шықты. Тек керек болғаны бір жалғыз айсберг, бұл алып корабльді батыру үшін. Айсбергтер таңғаларлық. Олар қатқан тұщы мұздықтардан бөлініп түседі де ашық мұхитқа шығады. Уақыт өте келе еріп жоқ болып кетеді. Солтүстік жарты шарда айсбергтердің пайда болатын орны Гренландия, ал оңтүстікте Антарктидада пайда болады. Судың бетінде көрініп тұрған бөлік төбесі, ол тек кішкенесі ғана, ал үлкен бөлігі түбі. Айсбергтің 90% суда болады. Сол уақытта айсбергті анықтауға арналған құрал болмады. Оның орнына көзді пайдаланды. Арнайы бақылайтын жер болды. Экипаждан 2 адам сол жерден бақылап қауіп-қатерді алдын алып отыру керек еді. Бұл жерден бақылаушыда жақсы көрініс болды. Егер олар бірдеңе көрген болса, үлкен қоңырауды соғатын болған. Және оларда телефон болды, капитанға хабарлау үшін. Фредерик Флит Титаникті батырған айсбергті бірінші көрген. Бұл уақытта ол өз орнында Реджинальд Даллимен бірге болды. Олар жұмыстарын аяқтауға 20 минут қалғанда олар айсбергті көріп, қоңырауды соғады. Капитанға қоңырау шалады. Қоңырауды естіп, корабльді бұрып үлгергеннің өзінде апатты алдын ала алмады. 2 сағат 40 минуттан соң Титаник қайып болды. Осымен біздің видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеомыз қандай тақырыпта болғанын қалайсыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Және де лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.